ойларыңыздар шықсын. Барлықтарыңыз белсенді қатысатын болыңыздар. Жақсы, орныңызға жайғасыңыз. Балалар, жаңа сабақты, жаңа тақырыпты бастамас бұрын біз міндетті түрде өткен тақырыпты қайталап аламыз. Солай ма, балалар? Ал өткен тақырыпты біз жай ғана қайталамаймыз, балалар. Біз сиқырлы доп арқылы қайталаймыз. Бұл доптың сиқырлығы, балалар, бұл доп сіздерге өткен тақырыптарға байланысты сұрақтарды қояды. Сіздер мұқият бір сұрақты оқисыздар, және сол сұраққа толық жауап бересіздер. Ал, кәне, допты қарып аламыз. Ертең аз орнынан тұра ғой. Кез келген сұрақты оқы. Дауыстап оқы. Тәртіпті сөзіне қарама-қарсы мәні бар сөзді ата. Жақсы. Балалар, тәртіпті сөзіне қарама-қарсы мәні бар сөзді ата деп, кәне еркені атай қойшы. Тәртіпті қарама-қарсы мағынасы қандай болады? Кәне еркен азға көмек керек. Тәртіпсіз. Әрине, балалар, тәртіпсіз болады. Жақсы, отыра ғой. Ал келесі қош, кәне допты қарып аламыз. Кез келген сұрақты оқытардан. Дауысы шығар. Сөздерді қандай сұрақтарға жауап береді? Балалар, бәріміз мұқият тыңдаймыз. Заттың атын білдіретін сөздер қандай сұрақтарға жауап береді дейді. Заттың атын білдіретін сөздер қандай сұрақтарға жауап береді? Кім не? Кім не деген сұраққа жауап береді. Жақсы, жарайсыңдар, жақсы. Ал келесі. Кәне, осы орнынан тұра ғой.